Екі жапырақ полка. О. Генри, ақш. Маша Бикештің полка дүкені көшенің басында болатын. Алдында үш басқыш баспалдағы, есік ашылғанда сыңғырлап қоя беретін қоңырау бар еді. Екі жасанды тіс салдырған, 40-қа енді ғана ілінген ақкөңіл Машаның банкіде 2000 Америка доллары бар. Күйеуге тию ыңғай оған жетпейтін қыздардың көп-ақ әлдеқашан үй иесі болып кетті. Маша болса сопайып әлі жүр. Дүкенге бір аларман аптасына 2-3 рет келіп жүрді. Машаның да оған көңілі түсіп еді. Көзілдірік таққан, әдемі қойған қоңырқай сақал мұрты бар, орта жастағы адам еді. Ағылшыншаға немісше сөз мәнерін араластыра сөйлейтін. Сыланып, сипанып бой түземегенімен, өзін таза, ретті ұстайтын жандай көрінуші еді. Әр ретте ол небәрі 2 жапырақ көне болка алатын. Жаңа пысқан болканың біреуі 5 тиын болса, көне болканың екеуі 5 тиын болатын. Басқа еш нәрсе алмайтын. Бір жолы оның қолынан қызыл күрең бояудың жоғының байқап қалды Маша. Соған қарап бұл мырзаны кедейшілік тақсыретінде арпалысып жүрген суретші болар деп түйді. Аядай шатырша үйінде сурет сызатын ол, түн асқан болканы қажалай отырып, Маша дүкенінің жағымды дәм татуларын көңілінен шығармайтын шығар. Осыны ойлағанда Машаның пейілді жүрегі қатырақ тулады. Оның кәсібі жөніндегі өзінің осы ойын дәлелдеу үшін базардан бір сурет сатып әкеліп, Покайдың артындағы сөренің көрінеу жеріне іліп қойды. Венецияның көріністік суреті, салтанатты әсем сарай, гондорада отырған сылқым ханым, суды қолымен есіп ойнауда. Көркемөнер иесінің қандай болсын, бір көргеннен бұған көңілі түспей қалмайды. 2 күн өткен соң әлгі адам келді. Ойлағандай-ақ суретке көз түсті оның. Сіздің мына суретіңіз әйбәт екен-ау, Бикеш. Солай ма? Деді Маша болканы қағазбен орап тұрып. Көркемөнерді және суретті ерек ұнатамын. Сізше мынау тамаша сурет пе? Өзінің оңына басып тұрған іштей риза болып қалды. Бірақ та нобай жақсы келмеген, деді аларман неміс мәнерімен. Көрінісі де дәл емес. Қайыр қош, Бикеш. Көне болканы алып, Машаға зеппен бас иіп қойып шығып кете берді. Маша суретті қайтадан үйге алып кіріп қойды. Көзілдіргі астындағы оның көзі қандай мүлайым, қандай жағымды десейші. Суретте көріністің дәлсіздігін бір көргеннен байқап алдау. Сөйте тұра көне болканы аужа алғып күн кешеді екен. Бірақ таланттылардың өз атағын шығарғанша қалайда сондайлық жапалы күрестер жасамай болмайтыны Машаға түсініктеді. Сол күннен тартып, Маша осы ізет құрметті суретшіні әр келген сайын өзімен біраз сөйлесіп тұрса екен деп ойлайтын. Сөйтсе де ол тағы бұрынғысындай көне болка ғана сатып алып жүрді. Бал тоқаш, қатырма сатып алып көрген жоқ. Мұндағы тәтті дәмді, балғаймақты дүниелерден ешқайсысын алып көрген емес. Барған сайын жүдеу тартып, рухы түсіп бара жатқандай көрінді ол. Бұған қамыға бастады Маша. Оның әр жолы сондайлық мардымсыз нәрсе алғанын көрген сайын жан ашып, жылы жұмсақ азырақ нәрсе қосып бергісі келсе де батылы бармайтын. Көркемөнер иелері көбінде намысқой болатындықтан оны намыстандырып алармын деп тартынатын. Маша енді жасанатын болды. Покайда тұрғанда ылғи көк теңбіл жібек казекейін киіп алады. Бір күні әлгі аларманы келді де 5 тиындық теңгені Покайға қойып, көне болка алмақ болды. Маша болканы алып бергелі тұрғанда сырттан қатты дауыс шықты да өрт сөндіргіш машина зарылдап өте шықты. Әлгі сүйкімді аларман есік алдына жүгіріп шығып қарап тұрды. Бұл кезде қандай адам болса да сөйтер еді ғой. Құдай оңдап, бір табылмас орайдың келгенін біле қойды Маша. Болканың арасын тіліп жіберіп, бірер минуттың алдында ғана дүкенге әкелінген жаңа сары майдан 2 кесегін тықты да қайтадан жымдастырып қойды. Суретші қайта оралғанда Маша түк білмегендей көне болканы қағазбен орап тұр еді. Олар аз кем әңгімелесіп тұрды. Айрықша көңілді болды. Содан соң суретші өз жөніне кетті. Маша өзінің жүректілігіне және жомарттық қылығына риза болғандай жымиып қойды. Әйтсе де тағы бір жағынан абыржып қалды. Тым албырттық істеп қойдым ба? Ренжімес пе? Ренжімейді.
Жейтін нәрседе тіл болмайды ғой. Ал сармай деген әсте әйел затының әдепсіздігінің белгісі емес. Сол сүйкімді аларманының осы өз қулығын білген кездегі жай жапсарын ұзақ ойлап кетті Маша. Ол қыл қаламы мен бояу теңшегіш тақтасын жерге қойып, сурет сөресінің қасында тұрған шығар. Онда әлі сызылып бітпеген суреті бар. Рас, оның мінсіз сурет болып шығуы даусыз. Содан соң түс қасіретінде құрғақ болка жеп, қара су ішуге кірсер. Сонда болканың арасын ашып кеп қалғанда, охо! Осы араға келгенде Машаның бет қызарып кетті. Болканы жегенде ол осы сармай салған қолды ойлар ма? Ойлар. Ес қоңырауының ащы пәрменді даусы көңілді хош қыларлық бұл ойын бұзып кетті. Маша күрсініп қойып ауыз үйге жүгіріп шықты. Сонша жінігіп тұрған кім екен бұл? Покайдың алдында екі адам тұр. Бірі трубкасын қисық тістеген, бұрын көрмеген бейтаныс жігітте, енді бірі бүгін таңертең өзі жанашырлық көңілмен жақсылық істеген, кедейлікте жұбына жеткен сүйкімді суретші. Бірақ ол жайшылықтағысында емес, ісіп кеуіп тұр, шапкісін жүдесіне тастапты, шаштары додырап кетіпті. Жұдырығын тастай түйіп алып, Маша Бикешке біліп қой дегендей сұстана білеп тұр. Ақмақ деп өңеш жүзілгенше айғайлады ол, Машаның покай тақтайын жұдырығымен барабанша соққылап. Көзілдірігінің ар жағындағы көк пеңбек көзінен ыза оты қоздап, күйреттің мені деп күжілдеп тұр. Біліп қой, құйысқанға қыстырылған боқ секілді оңбаған әйелсің сен. Маша тұра алмай, бойынан әлдірмені кетіп покайға сүйене берді. Бір қолы үстіндегі бір киер казекейінде. Осы кезде тропка тістеген бейтаныс адам гүжілдеген суретшінің жеңінен тартты. Болды, кетенді. Айтарыңды айтып болдың. Долырған жолдасын ол есікке таман апарды да, қайта қайырылып Машаға сөйледі. Білуге тиістісіз ғой деймін, Бикеш. Құрылыс чертожын сызушы Бамбок деген адам ол. Екеуміз бір кеңседе істейміз. Жаңадан салынатын қалалық үкімет сарайының жобасын жасай бастағанына табаны күректей 3 ай болды. Сол еңбегімен жүлделі жарысқа түспек еді. Кеше ғана сия қаламмен нобай сызықтарын бояп шыққан болатын. Білесіз бе, чертожшылар алғашқы нұсқаны қарындашпен сызады, оны сиялы қаламмен бояйды. Онан соң көне болкамен қарындаш табын екеуі өшіреді. Бамбок ылғи сізден көне болка алып жүреді. Әйседе бүгін, өзіңіз білесіз Бикеш, әлгі сармай деген Бамбоктың чертожын басы бүтін құртты емес пе?